Қайырлы күн, қымбатты пайдалы арна каналының көрермендері. Өздеріңізге белгілі 2024 жылдан бастап бізде ЕСП, яғни бірыңғай жиынтық төлем тоқтатылды. ЕСП бар кезде біз өз-өзімізге қызмет ету үшін, яғни самозанятый болып жұмыс істеу үшін ауылдық жерлерде 1750 теңге, қалалық жерлерде 3450 теңгені төлей отырып, сол суммадан әлеуметтік төлемдерді, медициналық сақтандыруды, пенсионканы және жеке табыс салығын барлығын сол суммадан төлеп отыратынбыз. 2019 жылдан бастап 5 жылға енгізілген бұл жүйе енді ары қарай өз жұмысын тоқтатады. Сол себепті біз ары қарай жұмыс істеу үшін жеке кәсіпкер ретінде немесе жеке тұлға ретінде екі жолдың бірін таңдауымыз керек. Бұл әлеуметтік жарналарды алудың тағы бір жолы бар, ол сіз жалдамалы жұмысшы ретінде біреуге қызмет етесіз, немесе мемлекеттік қызметте боласыз, немесе басқа бір кәсіпорынға жұмысқа орналасасыз, және сіз үшін барлығын сіздің жұмыс берушіңіз төлейді. Егер де біреуге қызмет етпей өз-өзіме жұмыс істейтін деп шешетін болсаңыз, онда сізге ИП ашу керек болады. ИП ашпаймын деген күнде сіз жеке тұлға ретінде жұмыс істейсіз. Жеке тұлға ретінде жұмыс істеудің өзінің бір кемшіліктері бар. Яғни сіздің бір жылғы табысыңыз 12 ең төменгі жалақыдан аспауы керек. Ең төменгі жалақы қазіргі уақытта 2024 жылға 85 мың теңге бір айға. Оны 12-ге көбейтетін болсақ, 1,20 миллион теңге болады. Яғни сіз бір жылда осы суммадан аспайтын табыс табуыңыз керек. Және де жеке тұлға ретінде 10% жеке табыс салығын төлейсіз осы суммадан. Егер жылына 1,20 миллион теңгеден сіздің табысыңыз асып кететін болса, сіз ИП ретінде тіркелуіңіз қажет. ИП ретінде тіркелмей басқа сумманың барлығын бұл жерде көрсетпеймін, тек қана осы 12 ең төменгі жалақыны ғана көрсетіп отырамын дейтін болсаңыз, өздеріңізге белгілі, бізде қазір жалпы бірдей декларациялау болып жатыр. Яғни 2024 жылдан бастап қазір жеке кәсіпкерлер барлығы декларация тапсырып жатыр, және 2025 жылдан бастап барлық жеке тұлғалар және пенсиядағы адамдардың өздері осы декларацияны тапсыратын болады. Декларацияны тапсыру барысында сіздің барлық транзакцияларыңыз айқын белгілі болып отыратын болады. Тапқан табысыңызды көрсетпей, қолма-қол ақша арқылы, наличка арқылы жұмыс істейтін болсаңыз, егер де қандай да бір қомақты дүние мүлік немесе көлік сатып алатын жағдай болатын болса, осының барлығы декларацияда көрініп қалады. Және де қандай да бір ғимаратты жалға алуға немесе сауда ортасын ашуға, торговый центрларда сауда жасауға, базарда сауда жасауға ешқандай мүмкіндігіңіз болмайды. Егер де сіздің жалақыңыз официально түрде аз болатын болса, одан төленетін жәрдемақылар да аз болады. Яғни кейін болашақта жақсы пенсия алуға мүмкіндігіңіз болмайды, немесе жақсы қомақты кредит алуға мүмкіндігіңіз болмайды. Сол себепті жауапкершілігі шектеулі серіктестік, яғни ТО немесе жеке кәсіпкерлік ИП ашу арқылы жұмысты заңды түрде істеген тиімді деп ойлаймын. ИП-дан қарағанда ТО арқылы жұмыс істеу кішкене күрделірек. Ол жерде егер де сіздің бухгалтерлік біліміңіз болмаса, ТО-ның отчеттарын өз бетіңізше тапсыруға мүмкіндігіңіз болмайды. Сол себепті егер де шағын бизнестің иегері болатын болсаңыз, онда сізге жеке кәсіпкерлікті ашып жұмыс істеген тиімді болады. ИП-ларға 6 салық режимі бойынша жұмыс істеуге болады, және оның әрқайсысының өзінің артықшылығы мен кемшіліктері бар. Бірінші тұрған екеуі, яғни е-салық бизнес мобильді қосымшасы арқылы арнайы режим мен патент негізіндегі арнайы режим екеуі ұқсас, яғни бір жылға табыстары 13 миллионнан аспау керек, жұмысшылары болмайды, және де 1% барлық обороттан салық төлейді. Бірақ та екеуінің бір айырмашылығы бар, ол е-салық бизнес арнайы телефондағы қосымша арқылы жұмыс істеген кезде сіз салықты по факту нақты сол жерде төлейсіз, ал егер де патент арқылы жұмыс істейтін болсаңыз, онда сіз салықты алдын ала төлеп қоясыз. Үшінші, оңайлатылған декларация негізіндегі арнайы режим. Бұл жерде сіздің бір жылда 2 жарты жылдық болатын болса, соның біреуіндегі табысыңыз 88 миллион 748 мың 296 теңгеден аспауы керек. Ал егер де ТИС қолданатын болсаңыз, онда сіздің бір жарты жылдыққа табысыңыз 347 миллион 365 мың 512 теңгеден аспауы керек. Жұмысшыларыңыз 30-ға дейін болады, және де салықты 3%
барлық обороттан төлейсіз. Бірінші, екінші салық режимінде НДС болмаса, бұл жерде 12% НДС бар. Төртінші, тіркелген шегерім пайдаланылған салық режимі. Бұл жерде сіздің бір жылдық табысыңыз 532 миллион 327 мың 328 теңгеден аспауы керек. 50 адамға дейін жұмысшы ала аласыз, және бұл режимде сіз 10% салықты барлық обороттан емес, шегерімдерден алынған суммадан төлейсіз. Мысалға, сіздің миллион табысыңыз болатын болса, сіз сол жерден 30%-ды подтверждениесіз, ештеңкесіз минусовать етесіз, және плюс зарплатаға кеткен шығынды, салыққа кеткен шығынды, товарлардың бағасына кеткен шығынды, және де командировкаларға кеткен шығынды алып тастап, сол суммадан налог 10% төлейсіз. Бесінші, бұл бөлшек салық режимі. Бұл жерде сіздің жыл сайынғы табысыңыз 600 МРП-дан, яғни 2 миллиардтан аспауы керек. 200 адамға дейін жұмысшы ала аласыз, және де жеке тұлғаларға сауда сататын болсаңыз 4%, заңды тұлғалар сауда сататын болсаңыз 8% салық төлейсіз. Жергілікті акиматтың қолдауымен қандай да бір бизнес түрін дамытуға немесе товар түрін дамытуға сіздің үлесіңіз болатын болса, процентіңіз 2 есеге азаюы мүмкін. 2%-ға немесе 4%-ға. Бұл салық режимінің ерекшелігі, бұл жерде сіз НДС-сіз жұмыс істей аласыз. Доходыңыз қаншалықты болса да, сізге НДС қолданылмайды. Мысалға, оңайлатылған декларация кезінде егер де сіздің табысыңыз 20 МРП-дан немесе 144-184 МРП-дан асып кететін болса, 12% НДС-ті қолданасыз. Және 6-шы жалпы салық режимі. Бұл жерде сіз қанша табыс тапсаңыз да, қанша адам жұмысқа алсаңыз да ешқандай шектеу жоқ. 10% салықты сіз таза табысыңыздан ғана төлейсіз. Яғни бір жылда тапқан бүкіл табысыңыздан барлық шығындарыңызды алып тастайсыз. Әр салық режимінің өзіне қатысты айналысатын экономикалық қызмет түрлері, өзіне қарасты тапсыратын есептіліктері болады. Қандай салық режимін пайдалансаңыз да, ИП ретінде өзіңізге ай сайынғы пенсионкаңызды, әлеуметтік төлемдеріңізді, медициналық сақтандыру төлемдерін төлеп отыруға міндеттелесіз. Әрбір салық режиміне қысқаша тоқталып өттім. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет. Кәсіптеріңіз берекелі болсын.